Мамыр айы басталғалы бері еліміздің басым бөлігінде күн салқындап, жел соғып жаңбырлы болып тұр. Қазақ әдетте бұл құбылысты құралайдың салқыны деп атаған. Ендеше осы бір ұғымды тағы бір еске алайық. Әдетте ақсақалдардың ғана аузынан еститін бұл сөз қала халқы үшін әрине таңсық болуы да мүмкін. Құралай дегеніміз киіктің лағы. Сондықтан мамырдың орта тұсынан бастап, шамамен 10 күн аралығында қасиетті дала жануары жаппай төлдеп лағын өргізеді екен. Дәл осы кездерде, әсіресе еліміздің орталығы мен солтүстік аймақтарында күн күрт бұзылып, аспанда бұлт торлайды, қатты жел тұрып, жауын-шашын болады. Міне осы тұста жаппай төлдеген киіктердің лақтары желге қарсы жүгіріп, тынысын ашып, тез аяқтанып кетеді екен. Бұл бір жағынан олардың дала жыртқыштары мен көктегі қыраннан қорғануға үлкен мүмкіндік береді. Ендеше құралайдың салқыны, құралайдың суығы, киіктің лақ өргізбесі деген сөздерді естіген болсаңыз, мамырдағы табиғаттың құбылмалы тосын мінезі осы бір байырғы ұғыммен тікелей байланысып жатыр.